Атырау қаласында 79-шы ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Сауда алаңына 50-ден астам жергілікті кәсіпкер мен шаруа қожалықтары қатысып, қала халқына ет өнімдері, балық, шұжық, сүт, нан, жұмыртқа, көкөніс пен жеміс-жидек ұсынды. Жәрмеңкеде барлық тауар дүкендегі бағадан 10-15%-ға арзан сатылды. Әсіресе Индер ауданынан жеткізілген ет өнімдері қолжетімді бағасымен сұранысқа ие болды. Орналасуы жақсы жерде тұр енді. Ұйымдастыру да жаман емес сияқты, таза сияқты. Шамамен аптасына 2 аптада бір келіп тұрамыз. Арзан болу керек деп айтады ғой, 20-30%-ға. Маған бұл жәрмеңке өте ұнайды. Әсіресе оның тұрғындар қалашығы шағын ауданда өткізіліп жатқаны қуантады. Өйткені мен осы маңда тұрамын. Кейде өзімде келіп өсірген гүлдерімді сатумен айналысамын. Бағалары қолжетімді. Ең бастысы бұрын жабылып қалған жәрмеңкенің қайта жандануы. Қазір мұнда халық көптеп келіп жүр. Бұл жақсы көрсеткіш. Демек тұрғындарға ұнайды. Олар ауыл шаруашылық өнімдерін және басқа да тауарларды сатып алып жатыр. Мұндағы тауар түрі де өте мол. Ұнайды, жақсы, бағалары да нормально. Қаймақ, мысалы, мына ақтауский қаймақтар, айрандар, мысалы, базарда 650 теңге, магазиндерде. Мұнда 550, мысалы, 100 теңге болса да, біз пенсионербіз, кішкене выгодно.